Нұр.kz порталына қатысты іс енді Алматы қаласында қаралатын болады. Естеріңізге сала кетейік, өткен бағдарламамыздың бірінде өңірлік де-факто KZ сайты өздеріне тиесілі ақпаратты Нұр.kz порталы заңсыз түрде көшіріп алды деген айыппен сотқа жүгінгенін айтқан болатынбыз. Бұл заңсыз әрекет үшін де-факто KZ сайты интернет-портал Нұр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мен Нұрхо жауапкершілігі шектеулі серіктестігінен 537 миллион теңге талап еткен болатын. Бастапқыда нөмір 2 Петропавл қалалық сотында қаралған бұл іс сот шешімі бойынша Алматы аудандық сотына жіберілген болатын. Бірақ соттың шешімімен келіспеген де-фактолықтар облыстық сотқа шағымданған. Енді облыстық сотта қайта қаралған бұл іске байланысты сот өз үкімін жариялады. Руководствуясь статьями 423-400 Қазақстан Республикасының азаматтық процессуалды кодексінің 429-426 баптарының 6 тармақшасына сүйене отырып, сот келесідей үкім шығарды. Петропавл қалалық нөмір 2 соттың шығарған шешімін өзгертусіз қалдыру, шағымданушылардың шағымын қанағаттандырусыз қалдыру. де-факто KZ сайты авторларының бірі және Солтүстік Қазақстан облыстық авторлық құқықты қорғау ұйымының төрағасы Георгий Сорокиннің сөзінше, бұл істі Алматыға көшіру үшін ешқандай негіз болмаған. В областном суде-то нарушение допущено. Облыстық сотта ешқандай заң бұзушылық болған жоқ. Менің ойымша, алғашқы сот процесі, яғни қалалық сотқа өткен процесте кейбір заң бұзушылықтар орын алды.